Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Елге қызмет жобасы Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысымен таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі көліктегі полиция департаменті көші-қон басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Тоғызбаев Ерлан Бауыржанұлы келіп отыр. Қош келдіңіз. Саламатсыз. Ерлан Бауыржанұлы, теміржол вокзалдарында, әуежайларда шетел азаматтарының көші-қон заңнамасының бұзушылықтарын анықтау мақсатында тексерулер, рейдтер жүргізіледі ме? Әрине, бізде ай сайын немесек те 3 ай сайын бізде рейдтік шаралар болып тұрады. Заңсыз шетелдіктер тексеру барысында арасында құқық бұзушылықтар болса, әкімшілік хаттама толтырылады. Содан кейін әкімшілік сотқа жолданады. Әкімшілік материал, содан кейін шешімін әкімшілік сот шығарады. Әлде айыппұл, әлде елден шығару 5 жылға дейін тыйым салынады. Жақсы. Шетелдіктерге хаттама толтырылғаннан кейін шешімді кім шығарады? Шешімді бізде өзінің подпункттары бар. Мысалы үшін 10 күнге дейін кешіктірілсе тіркеуден шетел азаматтары, онда біздің қызметкерлер, көші-қон қызметкерлері, инспекторлары салады, айыппұл салады. Егер де 10 күннен асып кеткен болса, ол кезде әкімшілік сотқа жолданатын болады. Әкімшілік сотқа жолданғаннан кейін соттың шешімімен әлде айыппұл беріледі, әлде елден шығару, то есть айтқанда депорт дейді, выдворение, елден шығару. Ол елден шығарылса 5 жылға дейін тыйым салынады, бізге Қазақстанға кіре алмайды шетел азаматы. Жақсы. Қазақстан Республикасының азаматы қарудың қандай саны мен түрін сатып ала алады? Қарудың қандай санын сатып алады? Аңшы куәлігі бар, 21 жасқа толған Қазақстан Республикасының азаматы, тегіс ұзын ұңғылы атыс қару мен аңшылық пневматикалық қаруды сақтау және алып жүру құқығымен иемденіп алуға құқығы бар. Және тегіс және ұзын ұңғылы аңшылық атыс қаруын меншігінде кемінде 3 жыл ұстаған, белгіленген тәртіппен аң аулау құқығы берілген Қазақстан Республикасы азаматтарының ойық ұңғылы аңшылық атыс қаруын иемденіп алуға құқығы бар. Қазақстан Республикасының азаматы сатып алған қарудың жалпы саны аңшылық атыс қару ойық ұңғылы 2 бірліктен, тегіс ұңғылы 2 бірліктен, өзін-өзі қорғау қаруы, оның ішінде тегіс ұзын ұңғылы атыс қаруы, не газды пистолеттер, револьверлер, не электрлі қару 2 бірліктен аспауы тиіс. Қандай жағдайда қаруды қолдануға тыйым салынады? Қару тыйым салынатын жағдайлар әйелдерге, мүгедектер нышандары, айқын адамдарға, жас шамасы айқын немесе белгілі кәмелетке толмаған топтасып және немесе қарулы шабуыл, зорлы зомбылық жасаған жағдайлардан басқа кезде оларға қарсы қару қолдануға тыйым салынады. Аңшылық қаруды Қазақстан Республикасының аумағынан тасымалдауға рұқсат етіледі ме? Қазақстан Республикасының азаматтары саны кемінде 4 бірлік қару және 1000 данадан аспайтын патронды сақталуына, немесе сақтауға және алып жүруге рұқсаттарда көрсетілген қарудың түрлеріне, типтеріне және модельдеріне сәйкес келетін тасымалданатын қару мен патрондардың сақталуына, немесе сақтауға және алып жүруге ішкі істер органдарының рұқсаттары негізінде тасымалдауды жүзеге асырады. Қаруды олардың сатып алу рұқсат, оны сатып алғаннан кейін қаруды тасымалдау кезінде, сондай-ақ коллекциялауға немесе экспонаттауға лицензия негізінде тасымалдауға жол беріледі. Азаматтарға тиесілі қаруды тасымалдау қабында немесе арнайы футлярда жүзеге асырылады. Ерлан Бауыржанұлы, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметтеріңізге абырой тілейміз. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылымымыз аяқталды. Егер сұхбатқа қатысты сауалдарыңыз болса, пікірге қалдыруларыңызға немесе мемлекеттік қызмет көрсетуге байланысты ұсыныстарыңызды департаменттің ресми парақшалары арқылы жазсаңыздар болады. Департамент кері байланыс үшін әрдайым ашық.